Бәріңе сәлем достар, сіздермен бірге мен Грифер Дәулет. Бүгінгі видеода Кинешке Крафт серверіндегі клан системаға абзац жасайтын боламын. Бұл клан система Кинешке Крафт серверіне енді қосылғандықтан көп адамдар біле білмейді. Қалай кіру керек, қалай жазу керек, не істеу керек. Бүгінгі видеода қысқаша бәрін түсіндіретін боламын. Ең алдымен біз чатқа айтып кетейін. Мынау жазу ол сіздер кланға кіргенде немесе өзіңіздің кланды ашқанда пайда болады. Оның алдында сізде мынау менің кланым деп тұрған жерде клан ашу деген осындай кнопка тұратын болады. Ал ең астында шақырулар деген тұрады. Шақыруларды басқан кезде, егер сізді басқа кландар шақырған болса, сол жақта сообщение тұрады: осындай клан сізді шақырды, қабылдау немесе қабылдамау деп. Қабылдауды бассаңыздар, сол кланға кіресіздер. Егер жоқ, кірмеймін десеңізді бассаңыздар, кірмейтін боласыздар. Ал енді клан ашқаннан кейін сіздер, мынау менің кланымның орнында клан ашу деген бар, соны басқаннан кейін кланның атын жазасыздар және сипаттаманы жазасыздар. Сипаттаманы жазбаса болады. Және сіздерде ақша болу керек серверде. Қазіргі видеода $1 миллион болу керек клан ашу үшін. Енді бәрін ашып болғаннан кейін сіздерге тура осы тақта тұрады. Тура осындай тақта. Мен кланымның атын Мейс деп қойдым. Глава Дәулет 0506. Мүшелер 7 адам бар. Біреуі онлайн. Белсенді 4-7 деген 7 адамның ішінде 4 адам белсенді деген, 3 адам серверге кірмеген деген әлі көп уақыт бойы. Серверде клан банк бар. Клан банкке ақша салсаңыздар, басқа кланның балдары сол клан банктың ішіне ақша ала алады, немесе ақша сала алады. Оның бәрін кейін көрсетемін. Деңгей 3-ші левел деп тұр. Яғни біздің ұпай, кланның ұпайы 35, 235 ба? Короче, көрсететін боламын. 3-ші клан уровень КД деген. Ол барлық убийство смерти деген не, ол КД деген өлтіру және өлу сандары. Барлық клан ішіндегі адамдардың бәрін қосқандағы рангыңыз. Клан ішіндегі ранг менде глава. Бал менде 18 бал қосып тұрмын. Осы клан системаға 18 бал. Ал кланның общий балы 158. Мен примерно 10% ғана қосып тұрмын. Ең бірінші, ең оңайынан бастап кетейін. Кландар тізімі дегенді басайық. Ең алдымен басқаннан кейін бізде кландардың аты шығады, қанша ішінде адам бар шығады, және қанша адам онлайн шығады. Мысалы, қазір бізде 3 адам бар серверде, 3-еуі де кланда бар. Мысалы, Fury деген кланда 1 мүше, 1 онлайн. Мейс деген кланда 7 мүше, 1 онлайн. Және Ольвер деген кланда 6 мүше, 1 онлайн. Мысалы, мен мынау Fury деген кланды басайын. Басқан кезде басқа кланның информациясы шықты, статистикасы. Міне, Fury деген клан, главасы QUD, мүшелер біреу онлайн. Деңгей 1-ші уровень, 42 балмен. Клан банкте $400,000 бар. КД ол 1 адам өлтірген және 5 рет өлтірген жалғыз адам, және соң ғана КД-сы ғана тұр. 0,2 өте төмен, 0,2 коэффициент. Жалпы уақыты QUD серверде 1 сағат 43 минут ойнаған. Одақтас деген айланыс, оны кейін айтатын боламын. Бұл кланда одақтастар жоқ. Еркін кіру деген кез келген адам шақырмай-ақ кіре беруге болады деген сөз. Мысалы, мен басқа аккаунтпен кіріп, еркін кіру деген ашық тұрса,
яғни мен фьюри деген кланға шақырусыз кіре аламын. Құрылған құрылған деген ол осы кланның ашылған күні. Мүшелер тізімін ашсам мінекей. Бәрекелді. Глава кд және бәрі сондай информация жазылған мақұл. Деңгей ақпараты полный статистика жазылған сервердегі. Мысалы деңгей 1-10 деңгей бар уровень. Сол 10-шы уровеньнің бірінші уровеньде әлі жаңадан бастаушы деп тұр ғой, тура сол деңгей процесі ортасына енді жеткен. Ұпай 21-ден 29 ұпай болса, екінші уровеньге барады. Ұпай қайдан жиналады? Банк. Каждый ақша көбейген сайын ұпай көбейеді. Өлтіру саны көп болғандықтан ол да көбейеді. Мүшелер кланда адам көп болған сайын бұл да көбейеді. Уақыт. Серверде если клан көп уақыт ойнаса, сол арқылы көбейеді. Қазір бірінші уровеньде кланның 5 мүше, бір одақ, ары қарай бонус жоқ. Мына жерде барлық информация жазылған, көріп кетсеңіздер болады. Так, толық статистика. Осы кланның толық статистикасын ашам. Фьюри толық статистика. Банк, деңгей, мүшелер, кд жалпы уақыты бүгін 17 минут ойнаған. Клан балы 40. Кландар арасындағы орны 5-ші орын алып тұр екен. Топ өлтірушілер, ең белсендісі, конечно, өзі. Басқа адам жоқ ішінде. Ранг, генерал, бір глава, генерал жоқ, офицер жоқ, мүше жоқ. Неге десеңдер, өйткені серверде бір өзі ғана. Кланда бір өзі ғана. Так, кландар тізімін по идее түсінгендер ойнаймын. Топ кландар. Топ кландарда бізде топтар болады кландар арасында. Топ банк, ең бай кландар. Мафияда 5 миллион бар. Менің кланымда $600,000, Ольверде $500,000, Фьюриде $400,000, Алаш партида $18,000 бар екен. Если бір банктың несін бассақ, жаңағы клан тізімінің несі шығады. Оны кейін өздеріңіз көрсеңіздер болады. Енді топ кландарға қайттан барайық. Топ өлтіру, топ кд, топ уақыт, топ деңгей, топ бал. Мысалы топ деңгей деген бізде уровеньге қарай көбейеді. Так, ең бірінші тұрған, конечно, менің кланым. Номер 1 Мейс. Деңгейі артқа. Так, топ бал бойынша бізде мафия атып тұр екен. Оларда по идее адам көп кландарында. Так, енді егер сіз кланға кірдіңіз, бәрін аяқтаған көп болдыңыз. Енді мен кланды бассаңыз, қазір ашылсын қайттым. Ең бірінші беттегі осы деген сипаттамасы, ең басында айтқан сипаттама, клан ашатын кезде жазасыз. Оны кез келген кезде өзгертсеңіз болады. Клан ақпараты деген бар. Бірінші кнопка басамыз.
сервердің кланның ішіндегі игроктарды көрсетеді. Ең бірінші дәулет 0506 кірген, яғни мен Бикарыс Подрикс, яғни кірген сайын жазылып тұрады. Ең бірінші менен кейін Бикарыс деген кірген, ең соңғы Зако деген кірген. Үстін бассақ, егер сіз глава болсаңыз, игроктардың үстін басқан кезде осындай тақта шығады. Ранг мүше деген участник. Белсенді деген серверге кіріп жүр деген, 7 күн деген, мынау 7 деген 7 күн деген, яғни 7 күннің ішінде серверге кірді деген. Және 30 к деген бар, ол 30 күн, 30 күннің ішінде серверге кірді деген. 7 к деген, короче, соңғы кезде кірді деген, ал 30 деген 30 к 2-3 апта кірмеді деген. К-ді жалпы уақыт кішкентай информациясын көреміз, және кланға қанша балл қосты көреміз. 3-ақ балл қосып тұр, өйткені ол өлген. Офицерге жоғарылату, главалықты беру немесе шығару. Офицерге бергеннен кейін генералға көтеруге болады. Мен оны офицерге көтермеймін. Өздеріңіз клан ашып көтере берсеңіздер болады қалаған игроктарды. Яғни бұдан шығайық. Енді банк система қайталап айта өтейін. Серверде, яғни клан болсаңыз, кланда ақша салсаңыз болады банкке, немесе сол кланның банкінен ақша алсаңыздар болады. Сіз мүше болсаңыздар аз ақша аласыздар. Офицер, генерал, глава төртеуіне 4 түрлі ақша береді. Мысалы, қазір мен ақша салайын. Система деген, ол яғни игрок өлді деген. Басқа игрок өлтіріп, сөздің қалының ақшасын тартып алды. Оны кейін айтатын боламын. Ол жерде барлық информацияны көрсеткен болады. Мысалы, жүздің дауыстағы кеше сағат 12-ден клан чатына бассаңыздар, сіз клан чатында бөлек сообщение жазасыздар. Мысалы, керек кезде общий чатқа жазбай, именно клан чаты арқылы тек өздеріңіздің клан арқылы сөйлессеңіздер болады. Яғни серверде 10 адам отырма, соның 3-еуі сіздің кланыңызда болса, тек сол клан ішіндегі адамдар сөйлесе алады сізбен, сіздің кланыңыз ғана. Клан үйіне тупына бассақ, клан үйге телепорт жасап серверде клан жоқ үйрек болса, біз соған приглашение шақыра аламыз. Ең басында айтқандай, шақыру деген сондай тұрады. Ең бірінші, егер сізде клан жоқ болса, сізді осы кнопка арқылы шақырады. Және сіз оны қабылдайсыз. Одақтастар деген бізде альянс. Егер қараңыздар, сіз клансыз. Клан ішінде PvP-ны алып тастауға болады. Яғни сіз клан арасында PvP-ны алып тастай аласыз, егер глава болсаңыз. Және
клан ішінде балдар өз-өзімен сөйлесе алмайды, ұра алмайды. Бұл өте керемет зат, керек зат, және де яғни сіз бостан босқа біреумен қырылып жатқанда 5-6 адам сіздің кландағы игроктар бір-бірін ұра алмайды. Және альянстар деген бар. Сіздердің басқа кландар ол сіздердің жауларыңыз, бірақ өзіңізге альянс құрсаңыздар болады. Мысалы жаңағы Ольвер деген кланға запрос тастадым, альянс, олар қабылдады. Яғни екі клан арасында PvP жоқ. Мысалы екі клан болып бір кланға жабылса болады. Жаңағы екі альянс клан бір-бірін ұра алмайды ондай кезде. Одақтастар тізімі, кіріс сұраныс, одақ сұрауы жіберу дейді. Кіріс сұраныстарды басайық, как раз бір клан бар екен, Ольвер дейтін. Қабылдадым. Болсаңыздар, сізге бұл кнопка көрінеді, және ол кнопканы басқанда клан ішіндегі настройкалар ашылады. Клан PvP өшірілі. Жаңа мен айтқандай, клан арасында PvP болмайды. Егер сіз мына кнопканы бассаңыздар, клан ішіндегі игроктар бір-бірін ұра алады, бірақ сіздер альянстағы балдарды ұра алмайсыздар. Еркін кіру деген игроктарды шақырымсыз өздері кіріп кете алады. Любой игрок сіздің кланыңызға кіріп кете алады. Клан үйі орнатылған. Мүшелер 7 онлайн бар. Белсенді 7 күннің ішіндегі белсенді игроктар деген 4. Одақтастар біреу деңгейі 3-ші левел. Банк, клан түсін өзгерту, чаттағы клан түсін өзгерту. Если көк түсті таңдасаңыздар, клан чатта кланның аты көк түсті болады. Клан үйін орнату. Осы жерге мысалы клан үйін орната аламын. Клан үйін орнаттым. Және келесі клан үйіне телепорт жасаған кезде осы жерден шығатын болады. Клан үйін жою, клан үйін вообще алып тастау, шақыру рангы. Если мүше десеңіздер, барлығы шақыра алатын болады. Офицер десеңіздер, офицер, генерал және сіз шақыра алатын боласыз. Генерал бассаңыздар, тек генералдар. Сипаттама жаңағы гриф және защитама сөйтіп жазылып тұрады ғой, сол ауыстырсаңыздар болады. Басқа кланның игроктары осы сипаттаманы көре алады. Хабарландыру жазу, барлық игрокқа сообщение жіберу, клан игроктарына тек. Еркін кіру, жаңағы еркін кіру, если қазір үстін бассам, басқа игроктар кіріп кете салады. Кланды жойып тастау, хабарлама тарату деген тек сіздің игроктарыңыз мына жерде тұратын сообщение, яғни мына жерде тұратын сообщение, кейін
осындай жерде тұратын болады. Сипаттаманың артында осы сообщение дейді. Тек өзіңіздің игроктар ғана көре алады оны. Белсенді еместерді шығару, жаңағы 30 күннен артық кірмегендерді шығарып тастау. Міне осылар 30 күннен артық кірмегендер. Артқа артқа болды. Клан система осындай. Егер сіз басқа кланның игроктарын өлтірсеңіздер, клан банктерінен басқа игроктың клан банкінен ақша ұрлайсыз. Мысалы, мен қазір Оливер деген кландағы бір баланы өлтірсем, сол кланның ішіндегі банктың ішінен ақша ұрлап кетуіме болады. Если альянс болса, арамызда бір-бірімізді ұра алмаймыз, сондықтан бір-біріміздің банкімізді тонай алмаймыз. Осындай ерекшеліктері бар. Участниктер, мүше, офицер, генерал, глава әрқайсысына әртүрлі ақша алады. Мысалы, главадан көп ақша аласыз, бірақ участник мүшелерден өте аз ақша алатын боласыз. Мысалы, мен басқа участник мүшені, жаңағы экстракрафт деген игрокты өлтірсем, одан ол мүше болғандықтан мен 1% ақшасын аламын. $500,000 ішінен $5,000 ғана алатын боламын. Егер офицерді өлтірсем 3%, генералды өлтірсем 5%, ал лидерді өлтірсем, лидер деген ол главаны өлтірсем 10%, яғни $500,000 ішінен $50,000 ұрлап кететін боламын. Және банктен ақша алу 24 сағат сайын участниктер, мүше 5% ақшаны алады, яғни $50,000 ішінен каждый мүше, кланның мүшесі 20,000-дай ала алады. Егер ол 500,000 салса да кланның ішіне, бәрібір сол $25,000 алып тұратын болады күн сайын. Ақшаға байланысты 5%, офицерлер 10%, $500,000 тұрса кланды, әр 24 сағат сайын, бір күн сайын $50,000 алып тұра алады. Егер генерал болса 30% алады, ол где-то $150,000, 500,000 тұрса, яғни әр күн сайын $150,000 өзіне алады. Ал егер лидер болса, ол барлық ақшаны сыпырып алып кетсе болады, оған болады бәрі. Және топ кландардың ішінде егер апта сайын, бір ай сайын енді бізде конкурстар болып тұрады, эвенттер, конкурс, кім топтарды көп алып жүреді, соған қамалдар подарка береміз. Яғни мықты болған сайын біз ол кланға үлкен қамалдар беретін боламыз.